Шымкент қаласы Қазақстанның көне қалаларының бірі. Тарихи деректерге сүйенсек, қала біздің заманымызға дейінгі 2 ғасырда Ұлы Жібек жолы керуен көшінің жолында орналасқан. Көптеген жылдардан бері көне қалада ғылыми зерттеу жұмыстары жүргізіліп, шетелден келетін туристердің сандары көбейіп жатыр. Шымкент қаласы бүкіл республика бойынша 3-ші орында. Шымкент қаласында халық саны әлде қайда көп. Шымкент қаласы қазақ елінің сауда, мәдениет, өнеркәсіп орталықтарының бірі. Қалада қазақ, славян, өзбек, татар, неміс, башқұрт сияқты 19 ұлттың мәдениет орталықтары жұмыс істейді. Шымкент қаласының тұрғындары да, шаһары да өте гүлденіп көркейіп келе жатқан қалалардың бірі. Бүгінде Шымкент мемлекетіміздің өндірісі қарқындаған, айрықша үлес қоса алатын экономикаға, даму саласындағы маңызды рөл атқарып отырған мықты қалалардың бірі. Сонымен қатар Шымкент сәулетті қала, тарихқа тұнып тұрған Астана мен Алматыдан кейінгі Қазақстанның 3-ші қаласы. В 2019 году в дендропарке города Шымкент установлена очень интересная инсталляция «Тюльпан. Наследие Юга». Высота композиции составляет 5 метров и изображает изящную руку Матери Земли с букетом степных тюльпанов. Инсталляция олицетворяет единство человека и природы, а тюльпаны исторически впервые появились именно на юге Казахстана. Новое украшение Шымкента было установлено по заказу Управления туризма города. Автором инсталляции стал Айдархан Сихаев, скульптор и публицист. Шымкент Қазақстандағы республикалық маңызы бар қала. 2018 жылы 19 маусымға дейін Түркістан облысының орталығы. Қалада 1.121.809 адам тұрады. Қазақстанның басқа қалаларымен салыстырғанда тұрғыны жөнінен 3-ші орында. Осымен қатар Шымкент Қазақстанның негізгі өнеркәсіп, сауда және мәдени орталықтарының бірі болып табылады. Шымкент қаласы ТМД-ның 2020 жылғы мәдени астанасы мәртебесіне ие болды. Шымкент қаласының аймағы жүздеген жылдар бойы көптеген тарихи оқиғалардың куәсі болған.